Так, ауылға да келіп қалған сияқтымыз. Енді давайте абайлап тұрып көпірден өту керек бізге. Так, өте сақ болып абайлап өту керек. Көпірді кішкене үлкейтіп қою керек. Қараңыздар, осылай үстінен былай өтеміз. Енді ақырындап. Охо, мына кірдік. Ладно, сырып алмасақ болды машинаны. Нәрсе сырылып жатыр ғой. Давайте жайлап. Міне. Енді бізге былайны ақырындап, былайны барып бензинді уже бітіп жатыр десек болады. Олайны ақырындап әдемілеп қойып. Все, так. Бәрің сәлем достар, мен Дулат достар. Бүгінгі видеомызда көріп тұрғандарыңызда мен осындай бір тауықтың еті, тауық бар ғой достар. Мен аңға шығып, сол аң аулап дегенде садақпен былай шошқаны ауламайсың мен достар, шошқа ауламаймын. И осындай қойдың, сиырдың, қоянның еттері бар. Бізге так енді барып мына жақта бензин бітіп қапты ғой. Алып былайна бензин қояйын десем, уже бензин деген жоқ. Так, мынау не достар? Түсінбедім достар. Бағана бәсе менің көзіме бір осындай аппақ бір ұзын бірден көрініп еді. Так, бар көрейік қой достар. Түсініп тұрған жоқпын мен. Так, заттар еттерімді үйге ашып кетпеу үшін барып холодильникке сап қоя салайын. Чтобы достар асып кетпеу үшін холодильникке сап қояйық. Мына бензинді ыдысын лақтырып жіберу керек бізге. Так, енді бізге заттарды аста қоя салайық қазір. Сіздер достар, қазір мен сіздерге бірден айтуым керекпін. Сіздер достар арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, аямай лайк басып, и комментарий жазып кетіңіздер достар. Сіздердің әр тіркелгеннен подписчик деймін, не дейді достар. И тіркелген лайк, басқан лайктарыңыз мен үшін мотивация десем болады достар. Мотивация достар. Давайте барып қайтайық енді. Сіздер тіркеліп отырыңыздар, мен қазір сандыққа сала салайын енді. Дымға да керек емес. Нәрсе достар, чөзі бір бөле ұзын бір. Достар, қараңдар, ар жағында бір бөле тағы да бірден пайда болды. Мына не бөле, қандай үй достар, ұзын чөзі үй достар. Так, бұл жақта, чё там, ассалямалейкум, қалайсыңдар жігіттер, қыздар. Чё там жедел не отыр, юмай. Дулат, нәрсе бір бөле отыр. Өзімізде білмей отыр қол бағана осындай азында тұрсақ, осындай бірдеңе соқтысап өреулер. Бұны соққанда кім соқты екен, юмай, мен жайын шығарым көтір деген біздің ауылға келіп алып, естерін мына ашып кеткенсіңдер, біреу кіріп кетеді ғой. Кім соқты, менің рұқсатымсыз. Білмеймін ғой енді кім соқса да. Басқа жеделдерге ана жақта бір жеделдер жүр. Оларға бәрібір ғой. Мыналар тегі не ойланып тұр, тегі не істей аласыңдар, не ақ тұрсыңдар, не аласыңдар, біз ашынып ойланып тұрық қой. Жарайды. Не істейміз, жедел үстіне шығып көреміз ба, басқа не істеуге болады. Давай Дулат, оның үстіне шығып көр. Болмаса, білмеймін енді. Ішіне кіру керек отыр ғой, ішіне не бар екен сен біліп шықсаш барып. Все, давай, мен сен маған подписчиктеріме не айтсаң болады сен. Осы видеоны көріп отқан адам Дулатқа тіркелсін, тіркелмесе, ё-моё, білмеймін, ұранмен тіркелмесе. Кім тіркелсе, соны ата-анасы аман болсын, ақшасы көп болсын достар. Достар, ата-анасы аман болып, ақшасы көп болсын, мен маған тіркелген адамның достар. Достар, бүгін енді мен машина алып, сол ауылға кішкене аралап, кішкене енді бір мал деппін ғой, жануар аулап жүрдім, тегі осындай бір проблема болып кетіп. Так, бізге саты керек, әрине саты лестница керек, и қылыш керек достар. Бізге қылыш обязательно десем болады. Өйткені достар, так, бізге қандай тамақ бар, тамақ пісіріп алу керек еді. Бізде енді тауық неті бар екен, енді жарайды. Осылай кейінірек жей бастаймыз оны. Енді бізге кеттік. Үстіне шығып көрейік достар. Маған қызығырақ болып тұр. Не екен маған қызық тұр? Дулат кеп қалды ма? Кеп қалды. Давайте мен шығайын достар. Сіздер арнаға тіркеліп отырыңыздар. Давайте шығып бастап кетейік. Тез. Бізде уақыт жоқ достар. Кәдімгі бізде уақыт жоқ деген. Жақында достар, енді мен білмеймін, енді мені хотя бы 100 подписчик жетіп тұрсаңыздар, енді мен бүйтіп бастаған, енді ғана бастадым. Давайте сөйтіп маған қылыш дайын болу керек, әрине. Мына жерде қалсаң өлесің достар, конкретно өлеміз. Кім мынау, үшін кімсің? Ё-ма, достар, ё-ма. Үйден пайда болдым ба мен? Ебать, достар, не деген төбелес болды. Давайте арнаға тіркеліп отырыңыздар. Мен ұтым керекпін. Қазір заттарын жинап болайын, онда айырам бұны мен қазір. Так, жедел рахмет саған от души. Енді заттарың
керемет заттар енді ана заттар деген. Достар, короче, көрдіңіздер ма? Анау мені конкретно өлтіріп тастады. Мен оны ұрмай жатып қалайша өлтіріп тастады. Мен кәдімгідей басым қақпай қалды конкретно, достар. Давайте енді маған киім берді, жедел енді. Дулат, давай, саған сенеміз ғой, емай. Я, давай. Достар, алмамды жеп алып үстіне шығайын. Ана не деген, достар, ана күші қой. Кәдімгідей маған даже сөйлегені жоқ анау. Қазір ұстап ұрам ғой, достар, конкретно мен оны өлтірем. Өлтірмесем, достар, сіздер арнаға тіркелмей қойыңыздар. Ал егер де өлтіретін болсам, достар, арнаға тіркелесіздер. Так, давайте мына үйге де қазір одан кейін кіріп көре жатамыз. Бізге қазір достар, алтын киімдер жатыр енді. Кеш, не болды саған, ема, не қот саған, не бергеш бер, ема. Сен сонда мен ұрмақшысың ба көтек, мынау. Күші, емай, бергеш берем, мә саған, ема. Достар, мына не деген төбелесіп кетіп жатыр, мынау. Қараңыздар, көзі аппақ, өлтіретін болдың адам, кәдімгі кетші. Әрең өлтірді ғой, ема, достар, көрдіңіздер, әрең өлтірдім, достар. Адам қараңыздар, не, жоза бір ата тұр ғой, достар, ата шыға тұр ғой, достар. Давайте енді наяқ кіріп көрейік енді. Ойбай, кіріп көргенде кіріп тұр ғой. Бізге мына алтын киімдер, бір бәлер. Енді бізге нан ашамыз ба, ашпаймыз. Давайте ашып көрейік, достар. Заттарым салсайын сумкаға. Ананы қалай өлтіргенімізде, ема, не деген төбелес болды енді, достар. О май гад, достар, мынаны қараңыздар. Ебай, бізге осындай заттар берді мане, ема. Как, ебай, достар. Қараңыздар, бізде бір стак алтын, ема, эндер жемчуг, тағы да изумруд. Ебай, достар. Заттар толады, что-то заттар көп сияқты бізге. Енді бізге бір хат тастап өткен сияқты ма, не нау? Мені ұтқаным үшін осы заттар саған дейді. Достар, жарайды. Короче, рахмет енді. Бірақ анан, достар, көзін көрдіңіздер ме сіздер? Кәдімгідей көзі деген аппақ екен, кәдімгі қорқтым мен конкретно. Давайте жерге лақтырып. Міне түсе салдым, достар. Короче, жетеді. Чё там мен? Короче, анан айырып тастағым ғой мен конкретно ішінде басына тәж киіп алған, короче, корольдің басын киіп алған сияқты. Сонда киіп алған, көзі аппақ херабрин сияқты бір бәле әйтеуір анау айырып жүрді мені. Ой-ой-ой, мен одан кейін оны айырдым, ұрдым, өлтіріп тастаған соң қарасам маған не заттар, сандықтың ішінде не зат бар екен. Короче, оны деген айырып жібердім, маған достар хат берді, давай оқисың ба? Жоқ, өзің оқып бересің. Короче, мен маған жазыпты, мені ұтқаным үшін осы заттар саған дейді. Что за заттар ол? Мынаны қараса, ебать, ё-моё, но деген зор ғой, но қара изумруд, алтын бәрін берді маған конкретно. Сандықтың заттар көп екен. Ё-моё, Дулат, жарсы кейін маған бөлшесің ғой, я, бөлсем, мен саған бөліспегенде кімге бөлсем, ана жеделдерге айтып қойма, я, айтпаймын, тыныш. Все. Давайте мен ана екіншіден барып көрейін. Енді екіншіден шыққанға енді точно жақсылап тұрып бөлісетін боламыз. Все, давай. Так, достар, бізге давайте мынаның үстінен шығып көрейік, достар. Артық дыбыстар шығып, егер де сондай дауыстар шығып жататын болса, сіздерден өте көп кешірім сұрайтын болам. Давайте шығайық енді. Ойбай, құлап кетпейік тағы да. Сіздер өз суретте көріп тұрсаңыздар, осындай екі үй бар енді конкретно. Давайте. Достар, енді бізге сәл қорықтым, мына үй деген қаралау үй болғаннан кейін, достар. Достар, бізге саты жетпей қалды енді. Давайте біз қалай шықсақ болады. Енді менде чисто бір план болып тұр, достар. Ол үшін ол план орындала ма, орындалмай ма, енді білмеймін енді, достар. Давайте былайынан жеп алайық, достар. Бізге жеп алды. Енді, достар, мына пузырик опыта деген наерде сәл қорықтым мен конкретно. Ішіне өзіме лақтырып алайын. Сол кезде, достар, менде кішкене күшім көбірек болады, достар. Так, достар, менде 17 уровень болды, 17 уровень. Енді мен төбеге шығуға дайынмын десем болады. Достар, сәл қорқып тұрмын енді. Давайте жерге түсе салайық, лучше, достар. Мен чөзі бір план тұр енді қазір. Енді мен бір уровень түсқапты. Давайте енді, давай енді бола ма, болмай ма енді көрейік енді. Құлап кетіп бәлеге қалмайық, достар. Ойбай! Болмайды екен, достар, мынау деген не істесек болады бұны, Так, бізге енді сынама. Сынса, осыны кішкене сындырып. Достар, көрдіңіздер ме? Кірінде қалдым мен. Қайда кетіп қалдым? Ема! Құлайын деп қалдық қой, достар. Достар, давайте енді бізге көтті қысып одан да бізге бүйте салайық.
мына жерден мынаны сындыра салған дұрыс сияқты достар. Мынаны сындыра салған дұрыс сияқты. Сындырып үстіне шықпайтын болсақ өлем точно достар. Давайте менде 5 саты бар, енді 5 сатын қойып шығып кетейік үстіне. Ананы көргендеріңіз ішінде алтын алмаз болды, сандықтың ішінде онымен төбелесу деген қиын болды конкретно достар. Достар, енді біз кішкене шаршап қалдық, кәдімгідей деген дене деген ауырып кетті ғой, ё-моё. Давайте сатына қояйық. Сіздер арна тіркеліп отырыңыздар достар. Мынау енді опасный достар, қап-қара түнек ішіне қазір кіретін боламыздар, қорқып тұрмын достар. Ал даймон достар, кеттік. Гоу! Ох! Біркеш бері нақ. Что там айырып тағасың ғой, қараңыздар, жабыстырып қоғасың ғой достар, қараңыздар. Атак, чимо? Что там? Мынау деген дәле ол достар. Мыши, ма. Достар, мынамен төбелесу қиын екен конкретно. Ох. Мәш, мынау дәу ғой достар. Ох, мынау дәу ғой достар, кәдімгі. Бай, достар. Мәш, достар, әрең төбелес болдық қой. Ман төбелесу деген ойбай қиын ғой. Шош кеткенсіз ғой достар, мына пушканы қараңыздар. Что за пушка достар мынау деген. Мына үй жаққа апарып қойса зомбилардың бәрі қорқады менен деген қараңыздар, атса өлетін еді ғой біз деген. Мынада қараңыздар, мынада енді бөлек киім конкретно сіздерге киіп көрсететін болам. Мен мынаны шешпей қояйын енді достар, былайынан қоя салайық. Бәрі абылайық, бірақ достар бізге керек сияқты. Аха, все алып алдық. Мынаны қараңыздар, анада баны сары төсек болған, алтыннан жасалған, ал мынада қара төсек өте қорқынышты екен достар, конкретно іші деген. Давайте енді оқып көрейік. Мынау не мынау? Маған бір кішкене алтын бере ма? Что-то бір хат берді маған да, что-то. Давайте оқып көрейік, мынаны қоя салайық былайынан. Давайте оқып көрейік, бір хат берді. Мені өліп қалды деп ойлайсың ба? Мен тірімін әрі, сенімен кездесем дейді. Достар, менімен кездесем дейм ба? Қаяқтасың, көтімді айып жасалам ба конкретно? Достар, боқтап атқан үшін кешірім сұрайым. Давайте енді жедел жәнек аттан айып жарайып кеттік. Достар, что там? Жеделеу, келдің бол сен жәнеге. Ё-майо, не істедің шо мен? Короче, оның ішінде де бір херабрин, какой-то бір шал херабрин да, дәу ғана денесі деген. Қойшы, ё-майо, ойбай, енді үйді не істейміз енді біз деген. Екі үй конкретно менікі сенікі десім бе, қуар екесің, мен үйім жоқ қой. Ё-майо, давай маған берсе жеке үйді. Давай онда саған екі үйді саған бердім. Немесе білмеймін, ертең бұзып тастаймын ба, көреміз ғой. Дұрыс бұзып тастағанда дұрыс негізі. Все, енді мен үйге бара берейін, енді сендер осы жерде кішкене сөйлес боласыңдар ғой. Уже кеште батып барадыр. Все, давай жарайды. Все, давай. Заттар, если что, келіп үйге келіп түнде бөліп алғаныз ғой, я. Все, немесе осы жерде заттар тастап кете салайын. Қазір жеделді көріп қойды ғой. Жеделді көрсе көре берсін, не дейді деп ойлайсың. Все, жарайды, онда давай мен саған осындай көріпті не бір бәле дейді, осындай киім бере салайын. И және саған 62. Достар, наны енді ойланып қалдық. Мә саған, короче, так енді саған бір хатын бере салайын. Хат деген маған керек емес. Все болды енді. Саған болды деп ойлаймын. Жемчуг көрсеш. Все, жемчуг ала қойшы. Все, болдың ғой, Все, рахмет, донат кішіне келіскеніміз де ғой. Все, давай, короче. Так, достар, енді біздің машинамызға барып қойдық. Машина деген не аяқ тұр екен. Міне жерде машинамыз тұр. Бензин деген бәт қалды. Бензин құйып, ванка дейін де тұрмын ғой, достар. Қалаға барып қайту керек енді бізге деген. Жарайды, енді сандыққа салсақ, заттардың бәрін жаңа ғана тек шаршап өзім малы аулап келсем, ё-майо, бұлар да бір келмейтін уақытта келіп төбелесіп деген дене деген ауырып кетті конкретно. Так, мына заттар бәрі саласыздар, әрине. Сияма десеңіздер, достар, сияма десеңіздер. Давайте маған алмаз алып алып, қалаға қарай жүрейін, достар. Қалаға жүріп, сол барып, бензин құйдырып қайтайын енді. Достар, тұра тұрыңыздар, мен үстінде киім шешпегенмін, уже кеште батып қалыпты. Мына бензиннің ыдысын алсақ, осы бензин құйып аламыз қазір. Киімді шешіп алайық. Әрине енді қалаға жайлап аттана берейік. Кішкене бар бензинмен жайлап жүрейік. Кішкене кілті бар ма екен ішінде? Достар, что-то кілті бар сияқты. Давай, қайтадан кілтті қойық. Міне, ал жайлап бұрып қалаға қарай бара берейік.